Ассаламу алейкум. Қызылшадан өте дәмді, дәруменге бай оңай салат даярлаймыз. Екі пешке пісірілген немесе асып алынған орташа көлемдегі қызылшаны үкіштен өткіземіз. Сарымсақ езгіштен бір сарымсақты еземіз. Татуына қарай кішкене тұз және қара бұрыш себеміз. Табаға 2 ас қасық өсімдік майын құйып, жарты туралған пиязды алтын сары түсті болғанша қуырамыз. Дайын болған пиязымызды қызылшаның үстіне саламыз. 40 грамм жер жаңғақты сарымсақ езгішпен езіп үгітеміз, немесе оқтаудың көмегімен үгітіп алсаңыздар болады. Жарысын кішкене алып қаламыз. 1 ас қасық қаймақ немесе майонез салып, қызылшаны араластырамыз. Дәмін көреміз, тұзын және тарелкаға салып әрлейміз. Кішкене алып қалған жер жаңғақты үгітілген үстіне сеуіп әсемдейміз. Өте оңай, дәмді, дәруменге бай салатымыз дайын болды. Баршаңызға ас болсын, денсаулықтарыңыз мықты, адал астарыңыз мол болсын. Біздің YouTube арнамыздың ас мәзірлері ұнаса тіркеліп қоңыраушаны басыңыздар. Пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар, лүпілдеріңізді аямаңыздар. Келесі ас мәзір видеосында кездескенше сау болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.